Сәлем, бұл студент подкасты. Сіздермен бірге мен Нұрай және Сымбат. Бүгін біз Джек Лондонның Мартин Иден кітабын бірге талқылайтын боламыз. Джек Лондон америкалық жазушы, журналист, саяхатшы. Оның ең танымал шығармаларының бірі ол Мартин Иден шығармасы. Ол 1909 жылы жарияланғаннан кейін әлемге танылып, көптеген тілдерге аударылып жатты және ол нағыз бестселлерге айналды. Романның ішінде әлеуметтік мәселелердің қозғалуы, адамның армандарындағы жету жолы және қоғаммен байланысы осы романды көбіне танытты. Енді осы роман туралы қысқаша шолып өтсек. Нұрай, шығарманың басты кейіпкері Мартин Иден қарапайым отбасынан шыққан 21 жасар матросшы, яғни теңізші жігіт. Әпкесі екеуі жастайына ата-анасынан жетім қалып тағдырдың тауқыметіне түсіп, тіпті мектепке де бармай қара жұмыс жасап кетеді. Солай Мартин өскен шағында жұмыс жасап жүрген кезде теңізде оған Артур есімді байдың баласын ажалдан аман алып қалу мүмкіндігі түседі. Оған ризашылығын білдірген Артур Мартинді өзінің үйіне түскі ас ішуге шақырады. Міне осы жерден бастап осы шығарма әрі қарай қызықты күйге енеді. Одан кейін Мартин ақсүйектердің зәулім үйіне кіргенде өзі аң-таң болады. Себебі бұрын соңды бұндай үлкен керемет үйдің табалдырған аттамаған еді. Жан-жақта тұрған сөре-сөре кітаптар, қабырғадағы қымбат суреттерді еш түсінбесе де қызға қарайды. Бірақ кенет жылтыр баспалдақтан ақырын түсіп келе жатқан аққұба реңді сұлу бойжеткенге көзі түсіп қалады. Бұл кім? Сымбат? Бұл әрине көпшіліктің, оқырманның сұранысына айналған ол әдемі аққудай ару Руф еді. Сол кезде білесің бе, ол тіпті бір бозбалаға қиылып та қарамаған екен. Солай Мартинді алғаш көрген кезде Руфтың көзіне оттай басылады. Себебі Мартиннің шаруадан шыныққан денесі, оның өткір көзқарасы Руфтың кәдімгідей есіне кетпей қояды ғой. Ал енді аққудай болған ару Руфты екінің бірі жақсы көретін. Ал әрине Мартин де оған бірден есі кетіп ғашық болады. Солай екеуінің арасында нағыз драма басталады. Бұдан кейін Мартин қатты ойланады. Жаңағы адамдардың білімділігіне, интеллигенттілігіне қарап қайран қалады. Осыдан кейін мен қалайда осы ақсүйектермен бірдей дәрежеде әңгіме айта алатын боламын, Руфты өзіме жар қылып аламын деп өзіне мақсат қояды. Енді жаңағы Руфтың әке-шешесі де ақсүйек адамдар еді ғой. Ол әулеттің өзі сол ауданға танымал болған. Солай енді Мартин ол жетістікке жету үшін не істеді? Ол мыңдаған кітап оқыды, тіпті биология, физика, философия, ағылшын грамматикасын түгелдей жаттап алды. Солай жүздеген мақала жазып баспаларға жіберді. Соңғы тиынын жаңа пошташыларға беріп, 4 күн ашығып жатқан кезде болды. Бірақ та ол соңында бір сәтті кітап жазып, ол көпшілік оқырманның көңілінен шығып, бір-ақ күнде атақты жазушыға айналып шықты емес пе? Соны айтамын. Ол осылай өзіне алдына мақсат қойып, ақыры үлкен жетістікке жетеді. Бірақ ол өзінің өмірінің мәнін жоғалтып алады. Осы тұста оның жалғыздығы мен қоғамнан алшақтығы бір қайғылы шешімге әкеліп соқтырады. Ол соңында өз-өзіне қол жұмсайды. Жалпы Сымбат, бұл романда сен не түйдің? Не түйдің? Енді біз 400-500 бет роман ғой, кітапта да көрінгенде өте қалың, оқып отырып көптеген әсер алдым мен негізі. Және соңында мен happy end деп айтады ғой, бақытты болып аяқталады деп күттім. Негізі шынымен күттім, енді ғашықтық болғаннан кейін. Бірақ та жоқ, ол happy end болып аяқталмады. Және де сенің қойған сұрағың не түйдің деген сауалға келер болсам, негізі осы кітапта оқи отыра көптеген жастарға автор мынандай сауал қояды. Өмірден өз орнын табу және ішкі құндылықтарында дұрыс анықтау. Біз қазір негізі көптеген әлеуметтік желілердегі иллюзияларға беріліп кетеміз. Біреудің жетістігін көріп, мен де неге сондай болмаймын, мен де осыған алдыма мақсат қойып жетемін деген біреудің арманын өзімізге жасанды мақсат қылып қойып аламыз. Бірақ шынында біздің жүрегіміздің түбінде ол біздікі ме деген сауал жату керек екен. Жалпы менің түсінгенім сол өзіңнің бірінші сенің миссияңды табу болды. Ал сен ше қандай ойлайсың осы кітап туралы? Біз бір қызығы Сымбат екеуміз осы кітапты екі тілде оқығанбыз, мен орысша, сен қазақша. Сосын осы подкастта бірге талқылаған қызық болатын шығар деген ойға келдік. Жалпы мен бұл кітапты бірінші курста оқыған болатынмын, есімде болса. Ол менің шетел әдебиетіне деген оқып жүрген ең алғашқы кітаптардың бірі. Ең алғаш оқып бетін ашқан кезде мен шынымда айтсам басты кейіпкердің мақсатының адалдығына таң қалдым.
таңдадым. Себебі қазіргі кезде біз бірде мынау болғымыз келеді, бірде мынау болғымыз келеді. Ойымыз екі түрлі болып жатыр, иә. Бірақ бұл Мартин өзі намыстанып, қалайда бір осы жетістікке жетемін, қалайда мен ақсүйектер секілді бай боламын, қалайда мен жазушы боламын деп өз арманынан тайсалмай ақыры үлкен жетістікке жетті, иә. Бірақ осы Мартиннің дамуында Руфтың рөлі қандай деп ойлайсың? Жаңағы бірінші Мартин меніңше оған көмек берген дисциплина деп білем. Енді ешкім сенбесе де соңына дейін күресті ғой, тіпті сүйгеннің өзі бас тартып жатты, сен ештеңе шықпайды деген сияқты жазушылығына сенбеді. Ал енді Руф оның сүйгені. Ол Руф енді басында Мартинді қатты сынады. Оған баласындай көрді ғой, інісіндей бір көзқарас тастады. Ең алғаш кездесуде оның қолының тырнағын көрді, сатпақ болып жатырған үстін көрді, және де тіл байлығын қатты сынады. Содан кейін Мартин намыстанды. Солай Руф оған алғашқы баспалдақты берді ғой. Меніңше көбі оқырмандар Руфты жаман кейіпкер ретінде көріп жатады. Ал меніңше керісінше ол әйел адамдардың бұл жерде рөлі өте зор. Мартин сондай гигиенаны білмейтін қарапайым жігіттен үлкен жазушы тұлғаға айналды ғой. Шынымен де себебі бұл кезде Мартин үшін Руф идеал болды. Оны алғаш көрген кезде оның білімділігіне қайран қалып, ол бір биік шың секілді көрінді Мартин үшін. Соған жететіндей, Бірақ кейін Мартин өзі даму арқылы тіпті Руфтан да асып түскеннен кейін Руф оған қызық болмай қалды. Бұл тұста адамды ешқашан идеал ретінде көруге болмайтынын мен ұқтым. Әрине идеал ретінде көрмеу керек. Тағы да айтар болсақ, бұл кітап тек қана бізді оқып отырып, өзімізде өмірдің әртүрлі салаларынан хабардар бола білдік. Бір ғана адамның кейіпкер дегенмен осы кітаптың ішінде қоғамның таптық бөлініс туралы көп нәрсе айтылған. Мысалы, Мартиннің көршісі болды, Мэри есімді қара нәсілді әйел адам болды. Соның екеуі бір бөлмеде жалдап тұратын болды. Екі түрлі бөлмеде жалдап тұратын болды. Оның балалары көп болды. Мартин оларға үнемі көмектесетін. Мартин сондай жанашыр кейіпкер болды. Солай екеуі Мартин өзінің қаламақысын алып, жаңағы көршісі әйелді, қара нәсілді балаларды қыдыртып жүрген кезде, арғы жақтан Руф пен оның анасын кездейсоқ көріп қалады. Сол кезде Руф оған Мартинге қатты ренжиді. Мен сені жаңағы ақ нәсілдерге тартып жүрсем, мен сені ақсүйек болады деп сені бір нәрсе күтіп жүрмін ғой. Екеуміз қашан үйленеміз, сен былай жүрсең ештеңе өнбейді деп қатты ренжиді. Солай жаңағы Мартин өзінің ғашығының бұл тәкаппарлығын көрмейді, керісінше оны ақтап алды. Оның айтқаны дұрыс, мен оған құдайдай сыйынамын деген сияқты кейіп танытты ғой. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, Сымбат. Таптық бөлініс бұл тек қана бір адамның емес, бүкіл қоғамның мәселесі деп айтуға болады. Ал автор осы роман арқылы оқырмандарын өмірінің, арманының мәнін іздеуге шақырады. Сіздерге де оқуға кеңес береміз. Негізі 10 кітапқа татитын роман деп те айтсам болады. Бұл жай ғана роман емес, өмірлік сабақ деп қабылдауға болады, Жалпы осы бүгінгі тақырып бойынша талқыладық. Көрермендерге пайдалы болады деген үміттемін. Подкастымызды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.